Сәлем достар, бүгін мен сіздерге медовиктің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл рецепт барлық рецепттердің ішіндегі ең оңай, ең жұмсақ, ең дәмді рецепттердің бірі. Сіздер бір пісіргенде ақ шығатын рецепт. Енді дайындаймыз. Бізге 2 жұмыртқа керек. 2 жұмыртқамызды салып, үстіне қант салып араластырамыз. Оған жұмсақ сары майымызды саламыз. Және 2 қасық табиғи бал қосамыз. Енді бұны водяной баняда ерітеміз. Үстіне сүт құйып араластырамыз. Міне ысы болғанша араластырамыз. Үстіне бір қасық суды үстіне уксус құйып араластырамыз. Және отымыздан алып үстіне ұн саламыз. Ұнды ең бастысы бұнда көп қоспау керек. 450 граммнан аспау керек. Сонда тестіміз осындай қаймақ тәрізді қою болу керек. Енді бұны 2 сағатқа тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа салып қоямыз. Қатқан соң оны бірнеше бөліктерге бөліп алып, осылай пергамент қағазына жұқалап илеп шығамыз. Осындай жұқа қылдырып илеп шықтым. Енді дөңгелек етіп бөліп алып, духовкада 220 градуста 3-5 минут пісіретін боламыз. Мен барлығын пісіріп алдым. Осындай етіп енді қазір кремін дайындайтын боламыз. Мен бұған қайнатпалы пломбир кремін қолданамын. Бұл крем рецепті менің төменге сілтемеге тастап кетемін. Бұл крем өте дәмді болып шығады. Медовый, Наполеон торттарына арналған крем. Осылай тортымыздың барлығын жинап алдық. Енді мына қалған корждарды артық отып, осылай жан-жағына үстіне барлығын сеуіп шығамыз. Енді бұны бірнеше сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Менде бір таң атқанша тұрды. Міне медовигіміз осындай өте жұмсақ, нәзік, өте дәмді болып шықты. Видео ұнаса, сіздер лайк басып тіркеліп кетіңіздер.